В Талгаре шакалы забили пацана до смерти в глазах матери. Извиняюсь за мат, никак иначе. Я соболезную родным, тут даже не бачит, что происходит с Казахстаном в последние годы. Аки меняет Акима, коррупция, расходы. Люди теряют ценности, а сколько мы еще не знаем из-за их секретности. Блогер Кәрім Асылбеков Талғарда өлтірілген Шерзат туралы трек шығарды. Талдықорғанда әкімдік ғимаратының алдында Кәрім Асылбеков рэп орындады. Трек Талғардағы қайғылы оқиғаға арналған. Рэпінде келесідей жолдар бар. Соңғы жылдары Қазақстанда не болып жатыр? Әкімді әкім ауыстырады. Сыбайлас жемқорлық, шығындар. Мен Қазақстан халқының кедейшілікте өмір сүргенін қаламаймын. Бұл жерде заңсыздық көбейгенін қаламаймын. Адамдар құндылықтардан айырылып жатыр. Бірақ біз олардың құпиялығына байланысты қаншалықты білмейміз. Сондай-ақ тректе балағат сөз айтқаным үшін кешірім сұраймын, басқа амал жоқ деген жол бар. Дәл осы балағат сөзге полицейлер назар аударған. Блогер әлеуметтік желіде өзіне қатысты әкімшілік іс қозғалғанын айтты. Трек сараптамаға жіберілді. Егер онда шынымен де бір нәрсе анықталса, айыппұл төлеуге тура келеді. Маған бұл 5 айлығы есептік көрсеткіш шамамен 18-25 мың теңге екенін айтты. Өте өкінішті, мен жай ғана осындай қайғы қасіретке ұшыраған отбасын жұбатқым келді, дейді жігіт.